Достар, жалпы диван алғанда неге мән беру керек? Жалпы нарықта қазір дивандардың түрлері өте көп, және де бағалары да әр түрлі. Көп адамның басы қатып жатады, қайсысын аламыз, қайсысы дұрыс деп. Мен сіздерге нақты айтайын, жалпы егер сіздерге дизайны ұнаса, бұның сапасына тікелей әсер ететін бірінші каркасы, екінші наполнитель, үшінші мата. Оны сатып тұрған адамнан өздеріңіз сұрап аласыздар. Өйткені бұның да сапасы әртүрлі бөлінеді. Ең маңызды нәрсе бұның жасалуы. Ол не десеңіздер, мысалы мынандай тігістері, қараңыздар, мынандай изгибтары, тігістері ровно болу керек. Көп жерлерде осы тігістерін қисық тігеді, маталары бір жақта салбырап жатады. Сондықтан жұмысына өте мән беру керек. Мысалы мына жеріндегі міне полоскаларды дейді, өте түзу атылу керек, матасы бос болмау керек деген сияқты нюанстарға өте қатты мән беру керек. Сондықтан жақсы жасалған диван ол жақсы тігіліп, жақсы мастерлармен жасалған диван ол жақсы болып шығады. Сондықтан диванның жасалуына және де тігістеріне қатты мән берулеріңіз керек. Егер ол қисық тігілсе, оны қалай болса солай жасап жатыр деген сөз.